жылжып тұрса болғаны. Ендеше кеттік, біз массажный майды қолымызға алып, бетімізге әдемілеп жағып аламыз. Асықпаңыз, өзіңізге жайлы қалыпта тұрып жасасаңыз болады. Айта кететін жайт, міндетті түрде алдыңызда айна болсын. Айна ол сізді өзіңізді көруге мүмкіндік береді. Яғни сіз өзіңізді көре отырып жақсы жасай аласыз. Айнаға қараған кезде өзіңізбен бірге жұмыс жасайсыз, өзіңіздің бұлшық етіңізге мән бересіз, массаж техникаларын қалай жасап жатқаныңызды өзіңіз қарайтын боласыз. Негізі бұл марафонның басты қалай айтсам болады, мақсаты мендегі сіздерді күніге осындай массажный техникаларды жасауға әдетке айналдырса екен деген ниетпен жасап бастадым. Сіздерге пайдасы тисін деп ойлаймын. Әрине көбіміз видеоны қарап отырып, кейін жасаймын ғой, кейін көріп алам ғой демей, менімен бірге жасауға кеңес берем. Сол кезде қалай уақыттың өтіп кеткенін, қалай жасап болғаныңызды уже байқамай қаласыз. Сол кезде сіз бірыңғай, қалай айтсам болады, осы неге массажнен жасап үлгересіз. Күнделікті бір уақыт қосып қойсаңыз жасауға болады. Ендеше кеттік, майымызды жағып алдық. Енді біз массажный техникамызды бастаймыз. Ол бастамас бұрын қолымызды қыздырамыз. Қыздар, міндетті түрде қолымызды таза етіп жақсылап жуамыз. Өйткені қолымыз бетімізге тигеннен кейін микроб түсіп сөйтіп кетуі мүмкін. Бетіңізде безеулер болатын болса, оны міндетті түрде қалай айтам, ішкі құрылысыңызды тазартып, очищение жасап, сосын бетіңізді емдеп барып, массажный техникаға бет бұрыңыздар. Өйткені массаж техникаларын жасаған кезде прыщиктарды, безеулерді қолмен ұстауға мүлдем болмайды. Қанша жудық деген күннің өзінде микроб түсіп кетуі мүмкін.